Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жылқы етінен қуырдақты қалай жасайтыныммен бөлісетін боламын. Жылқының қаракесек еті мен бүйрегі, жүрегі және де көкбауырмен керемет қуырдақ жасайтын боламыз. Қатты майда қылып турауға болмайды, өйткені жылқы еті пісу барысында шөгіп кетеді, яғни көлемі кішірейіп кетеді. Негізі қуырдақтарыңыздың түсі керемет шығу үшін осындай жылқының көкбауырын қосуды ұмытпаңыздар. Қуырдақтарыңыз ақшыл түсті болып қалмайды, ерекше әдемі қоңырлау түсті болады. Осылай барлық еттерді төртбұрыштап турап шығамыз. Етті турау барысында шандырын немесе қажетсіз бөліктерін алып тастаймыз. Ал енді қазанымызды қыздырып, азғантай ғана пісте май құямыз. Пісте майымыз қызған соң үстіне қазының жанында тұратын осындай майларды қуырып аламыз. Қуырдаққа артық пісте майдың қажеті жоқ, осылай жылқының майын тұшытып аламыз. Еттің өз майына піскен қуырдақтың дәмі де ерекше болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте көп мөлшерде май бөлінді. Енді осы майдың үстіне туралған еттерімізді салатын боламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Етімізді қызып тұрған майымызға салып, жақсылап араластырып, отты бәсеңдетіп 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Жеткілікті мөлшерде тұзын салып, тағы да бір араластырып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Енді сәбізіміз бен пиязымызды турап аламыз. Пияз бен сәбізімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 20 минут немесе жарты сағаттан кейін картопты салып, араластырып, бетін жауып қоямыз. Әркім картопты қалай турайды, өз қалауларыңызша турай беріңіздер. Маған қуырдақтың картобы қатты үлкен болған ұнамайды. Етіміз 2 сағат бұқтырылып піскен соң үстіне картобымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, жарты сағат 40 минут бұқтырып қоямыз. Осымен еті жұмсақ қуырдағымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады, еті де өте жұмсақ. Картобымыз езілмеген керемет қуырдақ дайын болды. Жылқының майын тұшытып, етін бұқтырып пісірген қуырдағымыз осымен дайын. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжан. Егер де менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер.